Президентіміздің биылғы жолдауында елімізді әлемдік технологиялық дамудың ұлы көшінен кейін деп қалмауға, жедел түрде технологиялық, экономикалық, әлеуметтік тұрмыстық тұрғыдан нығайтуға, сол арқылы қазіргі заманға сын қатерге толық жауап беруге бағыттауға арналды. Жолдауда 10 негізгі міндет санамалап аталды. Айтылған міндеттердің қайсысы да өзекті екені әрі еліміздің өсіп өркендеуіне маңызды орын алатыны рас. Алайда адами капиталдың жөні бөлек. Оқу білім бұлағы, білім өмір шырағы деп дана халқымыз тектен текке айтпаған болса керек. Бұл жерде ел білімінің, оның функционалдық сауаттылығының орны орасан. Білімсіз елдегі адами капиталды көзге елестету еш мүмкін емес, ал білім бар жерде ғылым міндетті түрде дамиды. Елбасымыз ел біліміне үнемі назар аударып, білім беру саласын өскелең өмір өзгерістеріне сәйкес өркендетуге айрықша көңіл бөліп келеді. Енді осы міндеттерді жұмыла орындап, жүзеге асыру біздің ортақ міндетіміз. Тәуелсіз ел тірегі білімді ұрпақ десек, жаңа дәуірдің алдында тұрған келелі мәселе білім беру, ғылымды дамыту. Өркениет біткеннің өзегі, білім, ғылым, тәрбие екендігіне еш талас жоқ. Білім ордасы мектеп, ал мектептің жаны мұғалім. Мектепті дамыту үшін жаңа ұғым, жаңа үлгі, жаңа әдістер қажет. Заман талабы, жаңа көзқарас қажеттілігінен туындайды. Инновацияны ендіру, білім сапасын арттырудың нағыз жолы. Инновациялық білім жаңа білімге және инновациялық динамикаға негізделген білім деген. Бұдан екі ерекшелікті байқауға болады. Жаңашылдық пен прогресшілдік. Инновациялық білім берудің үш мақсатын айрықша атауға болады. Тұлғаның интеллектуалды, тұлғалық және рухани дамуын жоғары деңгейге жеткізу. Тұлғаның ғылыми зерттеулермен айналысу бейімділігін қалыптастыру және соған сай ойлау қабілетін арттыру. Әлеуметтік, экономикалық, саяси және кәсіби бағыттағы жаңашылдықтар әдістемесін қамтамасыз ету болып табылады. Инновациялық әрекет бұл жаңашылдықты ендіру, қабылдау және қолдану процесі. Мектептің даму жоспарын құруда мынадай проблемалық міндеттерді басшылыққа алдық. Біріншіден, негізгі мақсатты анықтау, оқушы талаптарын қанағаттандыру, жетістікке жету жолдарын іздеу, білім сапасын көтеру, маман біліктілігін дамыту, көрсеткішті талдау және бағалау, мәңгілік ел елдің біріктіруші күші әрі көзі екенін түсіндіру. Басқару құрылымындағы кәсіби ұйым ғылыми әдістемелік кеңес болып табылады. Мектепте тәжірибе әдістемелік орталықтары жұмыс жасайды. Мақсаты ұстаздардың кәсіпті шеберлігін дамыту және білім беру үдерісін жетілдіру, жаңашылдыққа ұмтылу. Инновациялық бағытта жұмыс істейтін мұғалімдердің саны ұжымның 66%-ын құрайды. Бұлар оқытудың жаңа әдіс-тәсілдерін әртүрлі деңгейде меңгерген. Оқу тәрбие үдерісін ұйымдастырудың әрі жүргізудің катализаторлары. Қызметтерді орындау бағдарламасы. Жаңашылдық, пайда болған проблемаларды шешуге бағытталған, мектептің болашақтағы бейнесі, өзгерісті жүзеге асыру стратегиясы, бағдарлама мақсатының қалаған және күтетін өзгеріс нәтижесіне сәйкестігін бақылау, жеке өзгерістерді жүзеге асырудағы инновациялық үдерістер. Мектептің даму бағдарламасын жасауда 7 сапаға көңіл бөлген жөн. Кез келген жүргізілген жұмыстың қорытындысы шығарылып, сараптама жасаймыз. Білім беру жүйесіндегі білім сапасын арттырудың бірден бір жолы инновациялық тұрғыда басқару жүйесін құру болып табылады. Инновация тұрғысындағы басты жаңалықтар ол кешенді мақсатты жоспарлау, проблемалық бағдарлы талдау, басқару мониторингін жүйесін құру, авторлық бағдарламаларды әзірлеу және ресми түрде мақұлдау, білім сапасын арттырудағы жұмыс түрлерін көбейту, білім беру ісіндегі стратегиялық басты бағыттардың бірі мектептің инновациялық қызметі. Мектеп басшысының қызметі лауазымдық міндеттерінен бөлек әрбір нақты жағдайға, басқару әрекеттерінің әрқилы түрлеріне, сондай-ақ маман ретіндегі өз жұмысына
сараптаушы, диагностикалаушы, жоспарлаушы, жобалаушы, бағдарлама жасаушы, ұйымдастырушы, жетекші, көшбасшы, үйлестіруші, директор мектептегі бірінші тұлға. Бұл оны стратегиялық тұрғыдан ойлауға, алысты көре білуге, басқарудың жетілдірілген жүйесін жасауға міндеттейді. Директор лауазымы осы тұрғыдан алғанда кәсіби әрі іскер инновациялық менеджер қызметімен сәйкес келеді. Менеджер бұл кәсіби сауатты және функционалдық тұрғыдан білікті басқарушы. Менеджмент өзіндік ерекшелік сипаты басқару функцияларымен, басқару іс-әрекеттерін орындаумен, күні бұрын ойластыру, алдын ала болжау, жоспарлау, ұйымдастыру, үйлестіру, бақылау, байланысты қызметтің айрықша түрі. Басқару жөніндегі менеджер ұйымдастырушының басты функциялары қандай? Шешім қабылдау функция. Инновациялық сипаттағы басқару шешімде инновациялық ақпараттық интегративті интерактивтік сипаттағы білім беру мәселелерін түсіну. Мектепті білікті педагогикалық кадрлармен қамтамасыз ету. Біз бір командамыз аясында командалар құру. Коммуникация, қарым-қатынас дағдылары. Мұғалімдерден кәсіптік деңгейін, шығармашылық және шеберлік дәрежесін арттыруды талап ете отырып, олардың жоғарғы кәсіби біліктілігін қамтамасыз ету. Кешенді қасиеттер жиынтығын жетілдіруге, дамытуға ынталандыратын жағдайлар жасау. Көшбасшылық, өзгермелі кезеңдерде басқару. Мектеп директорының менеджер ұйымдастырушысы ретінде басқарушылық әрекеті негізінде белгілі бір стилі бар. Заманауи менеджерге интерактивтік немесе кешенді қасиеттердің мынандай жиынтығы тән болуы тиіс. Жалпы интегративтік немесе кешенді тұлғалық қасиеттер физикалық және психикалық сауаттылық. Жалпы негізгі интегративтік қасиеттер ұйымшылдық, көпшілдік, үйлесімділік және басқарымдылық. Тұлғалық кешенді қасиеттерді бұлай бөлу кәсіби қызмет логикасынан туындайды. Мұның барлығы мектеп директорының инновациялық қызмет менеджері ретінде өз кәсіби басқару ісіне деген әзірлік деңгейін көрсетеді.